Белгілі балалар ақыны Өтепберген Ақыпбекұлының керек кітап деп аталатын кезекті өлеңдер жинағы шын мәнінде балаларға, балабақша тәрбиешілері мен бастауыш сынып оқушыларына, ұстаздар қауымына және ата-аналарға өте керек қажетті кітап болады деген сенімдеміз. Жинақ 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Айдай аппақ бөпем бар» деп аталады. Аталмыш бөлім ананың жүкті болғаннан бастап сәбидің дүниеге келуі, яғни ұлттық салт дәстүр негізінде жазылған құрсақ шашу, жарыс қазан, сүйінші, қалжа, ит жейде, бесікке салу, қырқынан шығару, қастыру, бесік жыры, тұсаукесер сияқты өлеңдер топтамасынан тұрады. Кітаптың екінші бөліміндегі Қазақстан Республикасының рәміздері, елтаңба, әнұран, ту туралы өлеңдер топтамасы республикалық мүшәйрада жүлделі 3-ші орынды иемденген болатын. Сонымен қатар Конституция күні, Республика күні, Тәуелсіздік күні, Білім күні секілді мерекелік күндер жайлы, сондай-ақ баспасөз күні, радио күні, мұрағат күні тәрізді кәсіби мерекелер хақындағы және аналар күні, балаларды қорғау күні, киношылар күні сияқты халықаралық мерекелер туралы өлеңдердің де көркемдік дәрежесі өте жоғары. Үшінші бөлім балалардың ой-қиялын жетілдіретін түрлі үлгідегі ойындар, жаңылтпаштар мен санамақтар, сұрамақтар мен мазамақтауларға арналған. Төртінші бөлімдегі айдындағы әліппе топтамасында көтерер жүгі қомақты, балықтар тіршілігі жайлы өлеңдер мен жұмбақтар және әліппелік ертегінің танымдық та тәрбиелік те мәні зор. Назарларыңызға рахмет.